Қарапайым, мысалы, базарда сауда жасап, нәски сатып атқан адамға Аллахтың заты туралы білімнің не қажеті бар? Аллахтың жаратқан осы дүниесі туралы ойласын да ол кісі. Құранда сөйтпей ма? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келеді, Айша анамыз айтады. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дейді, маған келді дейді. Келіп жаныма жатты. Мен ол кісіні қанша сағынамын ғой дейді. Рас қой, 9 әйелдің біреуі ғой, ойласаңызшы, 9 әйелдің біреуі ғой, 9 күн күтеді мысалы. Сол 9-дың бір бөлігі маған тиеді деп жүрегін аңсап жүреді. Ал енді жеттім ғой дегенде Айша деп айтады дейді. Өтініш, мені Раббыма қойшы дейді екен. Жақсы көріп тұрам, бірақ білем ғой ол Раббысын сүйетінін, менен де. Болды дейм дейді. Орнынан тұрады да намаз оқиды. Жылады дейді. Сәждеде де жылады. Рукуда да жылады. Мыс қазан қайнап тұратында еді о кісі намаз оқығанда дейді. Сонан соң сұрадым дейді, я Расулалла, неге сонша жыладыңыз? Аллах сіздің бүкіл күнәларыңызды кешірді ғой десем, мен Аллахтың мына бір аятын білем. Жатқан халде де, тұрған халде де Алланы зікір етіңіздер. Али Имран сүресінде келеді. Жатқан халде де, тұрған халде де Алланы зікір етіңіздер. Және Аллахтың жаратқандарына қараңыздар деген бар дейді. Яғни Аллахтың өзіне қара деген сөз жоқ. Аллахтың өзін тексер деген сөз жоқ, бауырлар. Аллах қандай деп сұрай алмаймыз ғой, ақымыз жоқ. Оған ақылымыз жетпейді де. Ондай болса, Аллах қандай емес? Аллах бізге не бұйырды деп сұрайық та? Аллахтың бұйрығын орындайық. Бар нәрсеге алға қарай әрекет жасайық.